Что будет, если русскоязычного ребенка отдать в казахскую школу? Да, когда я дала свою младшую дочь в казахскую школу, она не знала казахский язык. Для меня это было очень важно, а также тревожно. Сейчас я хочу проверить уровень ее владения казахского языка. Также она подскажет вам, как можно быстро выучить казахский язык. Кеттік па? Кеттік. Рахиль, сен нешінші сыныпта оқисың қазір? Мен 7-ші мектепте оқимын, 2-ші сынып оқушысы. Жақсы. Рахиль, сен қайда тұрасың? Мен Астана қаласында тұрамын. Астана қаласында кіммен тұрасың? Мен анаңмен және әпкеммен тұрамын. Ал сенің әкең қайда тұрады? Менің әкем Алматыда тұрады және Алматыда жұмыс істейді. Ал сенің нағашы атаң, өз аталарың қайда тұрады? Нағашы атам және нағашы әжем және атам семейде тұрады. Нағашы атам ауылда тұрады. Өз атаң семейде тұрады, әжең мен нағашы атаң ауылда тұрады, иә? Жақсы, енді... Және апам Алматыда тұрады. Дұрыс, өте дұрыс. Енді саған сұрақ, қазақ тілін үйрену үшін не істеу керек? Қазақша кітап оқу керек және қазақша мектепке бару керек. Сосын қазақша ән айту керек. Сосын күнде қазақша сөйлеу керек. Жақсы, рахмет саған. Және жақсы бір мұғалім, репетитор табу керек, иә? Иә. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет сіздерге.